Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі күн ретін жазамыз. Желтоқсанның 14-і сынып жұмысы. Бүгін біз киім үлгісі, жалпы киім кию мәдениеті туралы айтатын боламыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы киім кию мәдениеті деп аталады. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен таныс болайық. Сыртқы бейне, внешний вид. Мысалы, оның сыртқы бейнесі маған ұнайды. Его внешний вид мне нравится. Ішкі жан дүниесі, внутренний мир. Оның ішкі жан дүниесі бай. Его внутренний мир богатый. Бойға қонымды. Одежда сидит по фигуре. Үйлесімді, гармонично. Қорғайды, защищает. Енді мәтінмен таныс болайық. Адамның сыртқы бейнесі оның ішкі дүниесінен хабар береді. Өзін ортасына сай, мәдениетті, сыпайы ұстаған, айналасына сыйласымды қарым-қатынаста болған адамның ішкі дүниесі де әдемі болады. Ішкі мәдениет адамның қоғамда өзін ұстауы мен киім киісі арқылы да көрінеді. Адам ортасына қарай киім таңдайды. Киім кейде адамның мәртебесін көтереді. Кейде адамды әдепсіз етіп көрсетеді. Кейде талғамсыз етіп көрсетеді. Киіміне қарап, адамның жасын, жынысын, қайда жұмыс істейтінін білуге болады. Стиль әр адамның мінезі мен қызығушылығын байланысты болады. Ендігі тапсырма. Мына адамның киім үлгісіне қарап, оның мамандығын қандай, қайда жұмыс істейтінін сипаттаңыздар. Келесі. Мына адамның киім үлгісіне қарап, оның қайда жұмыс істейтінін, мамандығы кім екенін айтыңыздар.